Сіздің мысалы бүгінгі нәрсеңізді басқа ешкім істемейді. Біз алға қойған бір нәрсені, мысалы мен бүгін Құран жаттаймын дедіңіз ба, сіздің Құран жаттаймын деген алға қойған мақсатыңызды біреу келіп, пәленше Ареке, сен шаршама енді, мен сен орнына Құран жаттап берейін енді деп біреу келіп жаттап бермейді. И ол жаттаса оның басында қалады, сенде қалмайды. Сондықтан сенің ісіңді біреу істемейді, сенің өміріңді біреу өмір сүрмейді. Сен өмірде қанша шағым айтқан сайын ол өмірің түзеліп кетпейді бәрібір. Ары қарай түзететін болатын іс жасау керек. Болатын іс. Ары қарай өмір сүру керек. Қалай? Тағы да айтамын. Өміріңізге күн сыйламаңыз. Күніңізге өмір сыйлаңыз. Ол қалай болады? Тағы айтамын. Әрбір қуанышты, әрбір сәтті, әрбір нығметті қуана біліңіз. Әрбір нәрсеге қуаныңыз. Альхамдулилля, намазымды оқыдым. Не деген қуаныш, оған жетпей жүрген, маңдайын сәждеге қоя алмай жүрген қанша адам бар. Альхамдулилля, балам аман, қызым аман. Дастарханда шай іштім. Альхамдулилля, асымды жедім. Альхамдулилля, асымды алып барып әжетханаға тастадым. Альхамдулилля, ұйықтадым. Альхамдулилля, ұйқымнан тұрдым. Не деген, бұның барлығы негізі сезінген адамға қуаныш. Бір әзіл бар екен. Бір адам айтады дейді, сіз ырымға сенесіз ба деп. Сөйтсе, қандай ырым деп. Сөйтсе, енді ұйқыңыздан тұрғанда сол аяғыңызбен емес, енді оң аяғыңызбен емес, сол аяқпен тұрып қалдыңыз. Сол кезде қалай боласыз десе, сенесің ба деп. Мен сол ұйқымнан тұрғаннан кейін екі аяққа тұрғаныма риза болам деген екен. Мүлде тұрғаныма риза болам депті да. Мен оң аяқ, сол аяқ емес, мүлде тірімін ғой мен, ол тұрдым. О, альхамдулилля, мен тұрдым дейді. Өйткені қанша адам бар ұйықтады да кетті сол деген. Қанша адам бар ұйықтады, болды, тұрған жоқ. Сол күйі кетті.